Сәлем құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видео астында бір ғана лайк түймесін басты ұмытпаң. Шекарада сұмдық болды. Польша жүк көліктерінің шекарасы арқылы өтуін жауып тастады. Қазір қазақстандық тасымалдаушылар миллиондаған шығынға ұшырауда. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында айтылды. 21 ақпаннан бастап Польша Беларусы шекарасының Кукурики-Козловичи өткелінде жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынады. Польшада 150-ден астам қазақстандық жүк көлігі болса, 100-ден астамы ЕО бағытында жүреді. Біздің тасымалдаушылар үшін шектеулерді алып тастау қажеттігі туралы Қазақстан елшілігінен ескертулер жіберілді. Индустрия министрі ОКП-мен бірлесіп қазақстандық көліктердің Беларусь пен Ресейге шығу үшін Литвамен келіссөздер жүргізеді. Бас прокуратура Қоспаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобының мүшелеріне Қазақстаннан қашып кетуге көмектескен азаматтың ұсталғанын хабарлады. Жамбыл ауданындағы Сөртөбе ауылының тұрғыны оларды өзен өткеліне өткізіп жіберген. Еске салайық, БАК Қоспаевтың Болат Назарбаевтың көмекшісі деп айтайды. Қоспаевтың өзі сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері Шалин мен Имашев іздеуге жарияланды. Оларға рейдерлік әрекет жасады деген айып тағылды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.